Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін сіздермен осындай өте керемет, пышный болып шығатын, әрі өте қымбатта тұрмайтын дәмді дамский пальчики тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл бикеш саусақтар деп те аталады. Бұл тортты жасау үшін алдымен ыдысымызды отқа қойып, су, сүт, тұз және қантты саламыз. Үстіне жұмсақ сармайымызды саламыз. Жұмсақ болу маңызды емес, жалпы сармайды салып, қатты отқа ерігенше, сармай ерігенше күтетін боламыз. Осылай біздің сармайымыз ерігеннен кейін үстіне барлық ұнды бірден салып жібереміз де, қатты отта тұрған күйінде қасықпен араластырамыз. Өзі араластыра бергеннен кейін қамыр құрғап, өзі бізге керек массаға келеді. Ыдысқа жабысып қалмайды қамыр. Дәл осылай ұзақ араластырамыз, суы тартылғанша. Дәл осы видеодағыдай қамырымызды қозғап отырамыз. Келесі кезекте біз жұмыртқаны белгілі мөлшерде өлшеп аламыз. Мысалы 5-6 жұмыртқа емес, 360 граммды таразыға салып өлшеп, жұмыртқаны осылай бір ыдысқа салып, бөлек-бөлек етіп қамырға кішкенеден салып отырып, миксермен араластырамыз. Енді біздің пісіретін қамырды, яғни сұйықтыққа айналдыруымыз керек. Осылай бөліп-бөліп кішкенеден араластырып салып отырамыз. Яғни айтқандай жұмыртқаны үштіктеп емес, таразыға салып 360 граммды өлшеп салып отырамыз. Вот осындай бізде сұйықтау масса пайда болады. Оны осылай ыдысымызға, яғни табаға пергамент қағазды салып, қасықпен осылай ұқыптылап салып шығамыз. Барлығын салып болғаннан кейін пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Келесі кезекте бізде крем болады. Сливкидің сапалы түрін таңдаған дұрыс, яғни қымбаттау, мерзіміне қарап, құрамына қарап, сапалы түрін таңдап аламыз. Крем дәмді болып шығу үшін. Осылай алдымен сливкиді біраз араластырамыз, кішкене болсын қоюланғанша. Әзірге енді үстіне 5 ас қасық сахарная пудраны саламыз. Сахарная пудраның арқасында дәмі кіреді және кішкене болсын қоюлануына көмек береді. Келесі кезекте дәл осылай біздің креміміз қоюланғанша сахарная пудраны қосып отырамыз. Шамамен 15 ас қасық сахарная пудра кетеді. Дәл осылай қоюланғанша қосып отырып миксермен ұзақ араластыруымыз керек. Бізде шамамен қоюлығы осындай крем пайда болады. Миксермен ұзақ араластыру барысында осындай кремді аламыз. Және жаңағы піскен және суып қалған осындай дамский пальчикидің қамырын алып, кремге араластырамыз жақсылап. Қасықпен араластырып алып, біздің осыны қоятын ыдысымызға шаймен жайғастырып шығамыз. Осылай толық барлық жеріне кремді тигізіп араластырып болғаннан кейін, осылай тарелкаларға жайғастырып қоямыз. Алдымен ең астыңғы слойы үлкенірек болады, одан кейін кішірейтіп, өзіңізге ұнағандай етіп, әдемілеп қойып шығасыздар. Кез келген ыдысқа қоюға болады.
Мен осылай қойып болғаннан кейін бетіне какао сеуіп, бетін әсемдедім. Сіздер шоколадпен, басқа да нәрселермен әсемдеуге болады. Вот біздің дамский пальчикіміз дәл осылай дайын болады. Егер сіздерге каналымдағы басқа да рецепттер ұнап жатса, маған қолдауларыңыз ретінде тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Дамский пальчикін дәл осы рецептпен жасауды сіздерге ұсынамын. Ал сіздерге ас болсын.